Ассалаумағалейкум достар. Мен осы қысқа видеоның ішінде IT саласында жақсы маман болып шығу үшін қандай ең басты қабілет керек екенін айтып беремін. Мен бүгін обед кезінде көшеге шықсам, алдынан бір қазақ бала шықты, екеуміз бір-біріміз танып, амандасып, қаяқтансың десем, ол айтады, Алматы облысынан, Алматы қаласының Ақсай ауданынанмын дейді. Сөйтіп, обед іштің ба? Жоқ, екеуміз кеттік, обед ішейік деп. Екеуміз барып отырдық. Сөйтсе ол студент екен, Америкада болғанына 5 ай болыпты. Соның ішінде бір айын, осы соңғы бір айда Чикагода жүр екен. Екеуміз әңгімеден әңгіме шығып, ол маған айтады, қай универге бардың, не оқыдың деп сұрап жатыр. Мен айтамын, универге барған жоқпын, онлайн оқыдым өзім барлығын. Қазақстанда IT оқып едім дейді. Мен айтамын, жоқ, оқыған жоқпын. Міне сондай сұрақтар кетті. Одан кейін маған көп осы достарымның достары, осы Америка, басқа штаттардан, осы Чикагоның ішінен де, Қазақстаннан да звондап сұрайды. Айтады, Аслан, мен осы сабақты оқып бастайын деп едім, IT-ді оқып бастайын деп едім, бірақ мен білмеймін, қорқам дейді. Алып кете аламын ба, алып кете алмаймын ба дейді. Сол менде мүмкін талантым жоқ, қабілетім жетпей қалады ма деп қорқам дейді. Ол айтады, осы қандай қабілет керек дейді. Жалпы көп қабілеттер көп қой, бірақ соның ішіндегі ең маңызды осы кез келген қабілетті одан ары күшейтіп жүретін бірақ қабілет бар. Кез келген нәрсені үйрену үшін ол зейін салып ұзақ уақыт бойы оқу. Мысалы 1 сағат, 1,5 сағат бойы сен ештемеге көңіл бөлмей, алаңдамай оқи аласың ба? Егер сенде осы қабілет, немесе оны әдет, жалпы осы әдетті қалыптастыра алсаң, мысалы ештемеге көңіл бөлмей, сен отырып бүкіл зейініңді осыған бөліп, осын түсінуге тырысатын, соң мысалы 1,5 сағат бойы оқи алатын болсаң, ондай болса, түбінде бізде айтады ғой, тесіп шығасың дейді. Мысалы қаншалықты талантың жетіспесе де, сен себебі мысалы сөйлесіп атасың да, айтасың, бір нәрсе істей салайыншы дейсің да, ойлайсың, не айтып отыр едің депші, тоқташы, қай жерде тоқтап қалып едің деген сияқты бізде өмірде көп болады ғой. Ол нені білдіреді? Кез келген процесті қайтадан басынан бастау үшін белгілі бір энергия кетіресің да, оған белгілі, ол бір нәрсені қайтадан басынан бастау үшін оның құны бар, сен төлеу керексің. Ол құнға не кіреді? Сол энергия, белгілі бір көптеген ресурстар кетеді. Мүмкін мидың ресурсы, тағы басқа ресурстар. Сол үшін, мысалы, сөйлесіп жатқанда біреу бөліп жүрсе, сен қаяқта едің деп қайтадан сол әңгімеге кіру үшін саған белгілі бір мөлшерде уақыт кетеді. Сол сияқты тағы бір мысал келтірейін. Мысалы, сізде бір носки кір болса, сіз ол бірден жүгіріп барып сол бір носкиді жумайсыз ғой, кір машинесіне су құйып, бүйтіп. Себебі кір жууды бастаудың да өзінің құны бар. Мысалы, оған не керек? Су керек, порошок керек. Сол үшін бізде не істейміз? Ол киімнің бәрін жинап алып, бірақ жуамыз. Себебі ол құн ақтау керек. Жаңағыда айтқандай, сол кез келген процесті осы өмірде кете береді. Жаңағы мысалы тікұшақ ұшатын кезде ұшу үшін жаңағы 80% жанармайын белгілі басындағы бір нәрседе қашықтықта құртады дегенше. Жалпы осының барлық мысалдар өмірден бізге не дейді? Бұл нені түсіндіреді? Бізге кез келген нәрсені бастау үшін оның құны бар. Мейлі кішкентай процесстер болса да, мысалы сабақтан оқып отырып сен адамдар деген алады, телефон шұқи бастайды да, ойлайды, не істеп едің деп ше. Телефон шұқиды да, SMS жазады, достарына звондайды, сабақты тоқтатып қойып, достарына звондайды, ананы сөйлеседі, имейлға жауап береді, біреулердің сториларын қарап, сөйтіп жан-жаққа шашылып кетеді. Одан кейін қайтадан келу үшін жаңағы 1,5 сағаттың ол берекесін кетіріп тастайды. Мысалы, оқуға 1,5 сағат кетіретін болса, ол сағаттың бүкіл берекесін құрып тастайды. Себебі соңында адам не дейді? Мысалы, кейде болады ғой, күндіз бойы жүгіріп жүреді, дым бітірмедім, бірақ қатты шаршап кеттім дейді ғой.
сол дым бітірмей қатты шаршауға жеткізген ол біздің бір нәрсені бітірмей екінші нәрсеге көшіп кету солай осы күндері тіпті осы телефонымызда қанша аппликейшндар бар, қанша адамдар жазады, звондайды, соның барлығы бізді бөліп соңында біздің миымыздың көптеген энергиясын бекерден босқа жұмсап аламыз. Сөйтіп біздің күндеріміз де өте береді. Солай уақыт өте келе біз дым үйренбей қалуымыз мүмкін. Сол үшін мен айтарым, егер сіз осы сабақты оқимын, осыны алып кете аламын, осындай болам деген мақсатыңыз болса, сіз осы әдетті қалыптастырыңыз. Яғни ол жан жаққа шашылмай, бір нәрсеге ғана зейін бөліп, соған бүкіл концентрация жасап, соны оқу керек. Егер міне осыны сіз дамыта алсаңыз өзіңізде, осыған өзіңізді тәрбиелей алсаңыз, ол сонда ғана сізден нәтиже шығады. Қайтадан естеріңізге салып өтейін, жалпы ақылды болу ол зат есім емес, ол ақылды болу деген ол етістік. Ол ақылды болу үшін сен еңбектену керексің. Егер мысалы кейбір сабақтар кірмей жатса, оған көптеген себептер болуы мүмкін. Ол бірден ғана сіз ақылсыз емес, ол деген мүмкін сіз осы оқу әдісінде сіз дұрыс емес деп жатқан шығарсыз. Ал бірақ осы ақыл салып, зейін салып, ұзақ бойы отыру, мысалы Америкада инженерлерде мынандай не бар, термин бар, айтады, сөз бар, айтады I'm in the zone дейді. Мен белгілі бір зонаның ішіндемін дейді. Яғни ол зонаға кіру үшін, мысалы программировать етіп отырғанда, олар 1,5 сағат бойы жаңағыдай ешкіммен араласпай тек қана осыған кірсе, сол кезде олар кіріп кетеді, істей бастайды. Себебі мидың барлығы, настройкасы барлығы соған бағытталады да, сол кезде ғана олар көп нәтижеге шығады, көп нәтижеге жете алады. Америкада қазір көптеген компанияларда мынандай практика жүзінде өткізіп жатыр. Мысалы, жиналыстар белгілі бір уақыттың ішінде болады. Мысалы, 10 мен 12-нің ішінде, әсіресе осы программисттардың ішінде отырып алады, айтады, бір-бірімен келісіп алады. Егер біз жиналыс жасайтын болсақ, мысалы, осы күнге, немесе понедельник ол таза жиналыс күні деп ше. Сондай практикалар. Бүкіл компанияларда емес, сондай практикалар бар. Себебі бір жиналыс болатын болса, соның барлығын бітіріп алады да, одан кейін мысалы олар құр программировать ете алады. Сол сияқты, немесе кейбіреулері үлкенірек адамдар бар, бастықтар, оларға көп имейл жазу керек, жаңағы финансовый, олардың кейбіреулерінің мынадай күндері бар. Понедельник финансовый, жаңағы қаржы сұрақтарын шешетін әрекеттермен айналысам. Келесі күні клиенттерге звондау керек деген сияқты көп күндіз бойы сол кез звондауға ғана кетеді. Сондай практикаларды енгізіп жатыр көптеген компанияларда. Міне сізде егер өзіңіздің өзіңізді дамытқыңыз келсе, осы практиканы өмірде қолдана бастасаңыз, көптеген жетістіктерге, яғни өзіңіздің табиғаттан келген потенциалыңызды максималды түрде жұмсай аласыз. Ал міне осымен менің ойым аяқталады. Егер сіздердің ойыңызша бұдан да мықты қабілеттер бар, немесе осы қабілетті одан ары күшейтетін басқа да қабілеттер бар деп ойласаңыз, астына комментарий жазып, бәрімен бөлісіңіздер. Біз әрқашан жаңа идеяларға, жаңа әдістерге ашық болу керекпіз, оларды басқалардан үйренуіміз керек. Ал бүгінге осы, келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.